Таразда халықаралық жастар күні ерекше көңіл күймен аталып өтті. Тұңғыш президент саябағында өткен мерекелік кешке қала тұрғындары жиналып, отандық эстрада жұлдыздарының өнерін тамашалады. Жастарды қала әкімі құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Ән мен әуенге ұласқан кеш жастарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мерекелік кеште қала әкімі Бақытжан Орынбеков жастарды төл мерекесімен құттықтап, шаһардың дамуына үлес қосып жүрген белсенді жастардың еңбегін атап өтті. Кеш барысында қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан бірқатар жасқа арнайы марапаттар табысталды. Құрметті жастар, мен сіздерді бүгін осындай халықаралық жастар күнімен құттықтай отыра, еліміздің дамуына, оның ішінде Тараз қаласының дамуына адал еңбек етуге шақырамын. Бүгін Тараз қаласында жастар үшін барлық жағдай жасалып отыр, жаңа атап өттім. Арнайы жобалар іске асырып отыр, сондықтан бірге жұмыс жасап, бірге адал еңбек етуге сіздерді шақырамын. Салтанатты рәсімнен соң мерекелік кеш концерттік бағдарламаға ұласты. Танымал орындаушылар мен отандық эстрада жұлдыздары сахна төрінде өнер көрсетіп, көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Әсем ән мен әуезді әуенге бөленген тараздықтар өнерпаздардың өнерін зор ықыласпен тамашалады. Әншілердің дауыстары, музыкалық кеш жалпы бәрі күшті өтіп жатыр. Өте күшті өтіп жатыр. Менің ойымша концерт өте жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймын. Бүгінгі концерт күшті болып жатыр, бізге ұнады. Біз құрбым екеуміз келдік. Концерттің бастамасы үшін бәрі керемет, көңіл күйіміз жақсы. Үлкен рахмет. Айта кетейік, халықаралық жастар күні жыл сайын 12 тамызда аталып өтеді. Мереке 1999 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен бекітілген. Басты мақсат жастардың қоғам өміріне белсенді араласуына мүмкіндік беріп, олардың мәселелеріне назар аудару. Қазіргі таңда Жамбыл облысында 357 мыңнан астам жас бар. Бұл өңір тұрғындарының 29,2%-ын құрайды. Махаббат Құсайын, Айдос Қыстаубек, Тараз 24 Ньюс.